Бұрынғы өткен заманда бір патша болған екен. Оның әрбір бұйрығын халқы екпей уақытысымен орындап отырған екен. Бір күні патша: менің халық пайдасына еткен әмірім нақпа-нақ келіп, халқым да мені жақсы көреді дейді. Сондықтан да мен олардың пайдасын ойлаймын. Енді мен осы халқыма зиянды әмір тартып көрейін. Халқым тыңдап, орнына келтірер ме екен, жоқ келтірмес пе екен деп уәзірлерін шақырады. Халыққа тез хабарлаңдар, ешкім басына пайда қылмасын деп әмір етеді. Уәзірлері әмірін халыққа таратып, патшаға келеді. Халқыңыз әміріңізді айтқаныңыздай орындайтын болды дейді. Патша уәзірлеріне еш жауап қатпады. Осылай патша түн ортасы ауғанда үстіне ескі жаман киімдерін киіп, берген әмірінің қалай орындалып жатқанын білу үшін көшеге шығады. Келе жатса, шеткері бір қараша үйде шам жанып тұр екен. Патша қайыршы кейпінде шам жанып тұрған үйге кіріп, бір етікші етік тігіп отыр екен. Етікші кіріп келген қайыршыны көріп, орнынан тұрып оған бір үзім нан ұсынады. Сонда қайыршы кейпінде келген патша: сен патшаның әмірін орындамаған не қылған адамсың дейді. Сонда етікші: сенің не шаруаң бар? Сондай әмір қылып отырған патшамызды ақымақ дейді. Себебі мен жарлы кедейлі адаммын. Күнде 4 теңге пайда қыламын, 4 теңге зиян қыламын. Міне мен осымен күн көріп отырған адаммын дейді. Патша ақылды болса, осыны түсінер еді дейді. Патша бұған жауап қайтармастан үйінен шығып кетеді. Патша үйіне келіп 4 уәзірін шақырып алады. Сендерді басқалардан ақылы көп деп уәзір етіп едім. Енді менің сендерге қоятын сұрағым бар. Сұрағым мынау: күнде 4 сом пайда қыламын, күнде 4 сом зиян қыламын. Осы сұрақтың жауабын 3 күн ішінде табыңдар. Таппасаңдар, табатын адамды табыңдар. Оны да таппасаңдар, бастарыңды аламын дейді. Сонда жазадан құтыласыңдар дейді. Уәзірлері 3 күн ішінде сұрақтың жауабын шеше алмай, шешетін адамды да таба алмай, 4 уәзір қашуға дайындалып жатқанда, баяғы етікші уәзірлерге келеді. Мен патшаның сұрағының жауабын таптым. Сендер маған орнына не бересіңдер дейді. Уәзірлер: 4000 ділда береміз дейді. Екінші уәзірден 4000 ділданы санап алып, олармен бірге патшаға келеді. Тақсыр, мен етік тігіп әр күн 4 сом пайда, 4 сом зиян қыламын. Оның себебі бұлай дейді. 1 сомды қарызыма беремін, 1 сомды ескі қарызыма төлеуге беремін, 1 сомды құдыққа тастаймын, ал 1 сомды әйелім екеумізге жұмсаймын депті. Сонда патша: әйеліммен екеуіне жұмсалған ақшаны бәріміз түсіндік. Қалған 3 сомдың жұмсалған орнын анықтап түсіндіріп бер дейді. Бұл сөзге етікші былай деп жауап қатады: 1 сомды қарызға берем дегенім, қартайғанда өзімді асырайсың деп балама беремін. 1 сомды ескі қарызыма берем дегенім, өзімді жасымда асырап баққан кәрі әке-шешеме беремін. Енді 1 сомды құдыққа тастайым дегенім, күйеуімен тұрмай қайтып келіп отырған қызым бар, соған беремін деген екен. Сонда патша: бұл етікші ақылды адам екен деп өзіне уәзір қылып алған деседі.